еркіндір, дүрілдет, мақсат қалап, бірін қуып, бірін жет. Деген әкем Жұмағазы ұрпағына қуаттана шабыт беріп жырым келді. Көкен әжем риза болған анама, тұңғышын бауырына берген даралап, әкеме бала болса дағы інідей, бауырмалдық жүрегімен санада. Үлкенісің, көркемісің шаңырақтың асқар тұғыры, алтын орның әкем басқан ғұмырың, ақылменен парасаттылық ту етіп, жол көрсеттің шамшырағын нұрлы етіп. Жеңгемізбен жарасымды тапқан жұп, даналығың бізге әрдайым мәңгі құт. Қарапайымдылық өмірлік ұраның, еңбектеніп биіктеген әркез тұрағың. Ата женің әлдейімен ер жеткен, ақ батамен ақ тілектер желдеткен, тектіліктің туын ұстап ғұмыр бойы, асқар тауы шаңырақтың сендескен. Наурызымда еңбек етіп қорықта, Семейде ойың өсіп, арманың жорытқан, еңбекпен оқуды теңдестіріп, тағдыр жолын қамқорлықпен қорытқан. Польша жері куә болған ерлігіне, әскери борыш өтеп келді міне, марапатпен оралдың деп қуандық, абырой боп жазылғаны елдігіңде. 40 жаста құсың қолға қонғанды, 19 жыл достықта болғанды, достар тойы куәгер боп табысқан, махаббаттарың мәңгілікке жалғанды. Облыс газеті жазды бұл ғажапты, жұрт сүйсініп, тілектесіп сөз қатты, Әлдібек ұл дара туған перзент болып, атананың ақ жүрегін маздатты. Астанада білім нұрын жаққан маман, Әлдібек осы күнде бізге мақтан, абыройлы шежіресі мол болсын, ата жолын жалғаған ой болсын. Асқар тауым ағатайым, мақтанышым, бауырларың тілекші ғой ақтарылсын. Тілейміз ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, әулет үшін сен әрқашан мақтанысың. Бала кезден қарттардың маңын жағалап жүріп бата сұрап мазалаған, өмірде талай белді асқарладың, ақсақалдардан тағылым жаза алған. Бүгін міне жеттің зейнет жасқа аға, өмір жолың өнеге өзің дара, талай жыл елге қызмет етіп өтіп, қадірлі боп қалдың сен әрбір жанға. Көргенің көп, көкейге түйгенің мол, үлкеннен сөз үйреніп өскен бір қол, шежіреде, тарихта тіріліп келер, әңгімеңді тыңдағанға ашылар жол. Дос ішінде де беделіңмен биік тұрдың, адалдықты өмірлік серік қылдың, туыспен тату ағайынға ақылшы боп, ағалықтың үлгісін құра білдің. Алюр фирмасы зейнетке шығарып жатыр, қажырлы қайтпастығың білініп жатыр, қуат берсін Аллам саған жаңа белес, алда талай игі ісің толып жатыр. Енді аға, зейнеттің қызығын көр, Әлдібек үйленіп шаңырақ көтерер, шаңырақ көтеріп немере келер, кез келер енді немере жетелер. 63 пайғамбардың жасындай, берекелі нұрға толы асылай. Гүрілдеген гүл ғұмырың жасасын, зейнетіңе аман жеткен осындай.